қуаныш болып келеді біреуге. Офсайд дейсаш, құрсын офсайд баса етпей кетті ба, иә? Мен бар. Подсказка тағы да андай кішкене. До конца айтып бере салайын да, о деп. Трофей. Болды. Блин, Джеки Чанмен фильмдер көру керек еді. Алаңнан тіс түсіну викторинасында ойыншылар өзара түсіністік пен командалық жұмысты көрсетуі керек. Бірінші раундта әр ойыншы футбол терминдері бар карталарды алады. Міндет терминдерді қолданбай, серіктесіңізге сөздерді түсіндіру. Бәріңе сәлем, мен Алданазар Назым, Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншысымын. Мен Мамарова Анеля, ұлттық құраманың ойыншысымын. Менің әріптесім Анеля, қазір жасырылған сөздерді табу керек. Бастайсың ба, бастай берейін ба? Сен баста бер. Біз алаңға шыққанда бізге ең бірінші қолдау көрсететін кім? Бапкеріміз. Жоқ, жанкер. Жанкер. Әр ойында болады, және де бұл команданы алға шығаруға мүмкіндік береді, және де бір командаға өкініш болып келеді, бір командаға Қуаныш болып келеді біреуге. Біз өкінеміз, қорғаушылар қуанады. Бір зона ма? Или що? Офсайд дейсаш, құрсын офсайд баса етпей кетті ба, иә? Нерві жетпей жатыр ғой. Олар біздің командамызды құтқаруға, барынша құтқаруға тырысады. Барынша бәр күшін беріп. Тренер, бапкер. Жоқ. Капитан. Жоқ. Қорғаушылар ма? Иә. Защитник. Топ сырт алаңға шығып кетеді. Аут. Иә. Ойыншы 5 гол салғанда қалай айтылады? Ё-моё, Мысалы. Кеттің жата. Мысалы, хэт-трик. Хэт-трик. Дубль, три. Пентатрик емес па? Жоқ, 4 гол деген ғой. Покер. Иә, дұрыс. Ол бізге сол затты бір өте жаман зат жасаған кезде береді. Мысалы, бір апасын зат жасаған кезде береді. Өте қауіпті зат па? Иә. Қызыл. Дұрыс. Бізде мысалы ойын болып жатыр. Біз сол ойында бір-біріміздің позициямызды не істеуіміз керек, біз ауыстыруымыз керек, біз соны не деп айтады. Бір-біріміздің позиция, замена. Жоқ, позицияны ауыстырамыз. Позицияны ма? Өйтіп ауысады ғой. Оны бір сөзбен айта салсаң да болады. Бір-бірін ауыстыру ма? Иә. Бұл жерде тек көп атака жасайтын, гол салатын ойыншылар ойнайды. Ол бір позиция. Шабуылшы. Мен бар. Жаңа ол сөз сенде де болған. Доп шығып кетеді, және оны потом лақтыру керек. Аут. Иә. Біз сол жерде ойнаймыз, және ол үлкен. Алан. Чуть-чуть. Арена. Тағы да кішкене. Поле. Арена емес па? Ну, сол бір басқаша сөзі бар. Стадион. Болды, барлық сөздерді Анеля. Бірінші сұрағым. Біз онымен күніге кездесеміз, көрсеміз. Футбол. Жоқ, одан басқа. Бізге ақыл айтатын адам. Тренер ма? Бапкер, иә. Мысалы, алаңда бір жақсы ойыншы көретін болсақ, мысалы, жақсы финтер, жақсы ойнайтын, ол адамның қандай жері плюс деп айтамыз? Дриблингі? Иә, дұрыс. Мысалы, 92-ші минут плюс 2 дейік. И бір маңызды ойыншы фол алып келеді командаға. Иә. Ол қай жерде? Маңызды. Сонда қалай маңызды? Типа, мысалы ол ситуация ма? Момент па? Жоқ, ситуация емес. Типа штрафнойлардың бөлігі ғой. Өте маңызды. Пенальти? Иә. Команданы қолдайтын, және де командаға күш беретін адам. Иә, дұрыс. Болды?
жоқ. Мысалы біз этаптарды өтеміз, және де бір этапты бітіріп, ендігі этап қандай этапқа өтеміз? Ол именно қандай этап? Мысалы командамен ойнайсың, и бізде екінші, мысалы біз осы ойындарды өтсек, біз екінші С группасына өтеміз. Лига ма? Бір Жоқ. Плей-офф дейсаш? плей-офф. Иә. Мен нервім жетіп кетті. Әртүрлі қаладан ойыншыларды әкеліп құрайтын команда. Ұлттық құрама. Молодец. Біз оны біз топты алуымыз керекпіз. Топ олар біздің қарсы командамызда. Және де біз ол допты Прессинг. молодец. Енді наоборот, біз доппен алдыға шығуымыз керекпіз. Доп бізде. Контратака. Иә. 2 гол салғанда не деп айтады оны? Дубль. Иә. Сен мысалы бір өзіңнің лигаңда барлық командадан ұтып шықтың, және де саған саған вознаграждение ретінде бір зат береді. Оны не деп айтады? Премия ма? Жоқ, прям бүкілін көзінше береді саған. Сен оны Номинация? көтересің бүкіл Кубок? командамен. Кубок. Иә, бірақ соны тарелка, бүкіл Та-та-та. кубок, бүкіл не айтады? Оны не деп атады? Р. Традиция. Традиция. Подсказка тағы да андай кішкене. До конца айтып бере салайын да, о деп. Ну, 3 әрпін айттым. Трофей. Болды, менің сұрақтарым бітті. Екінші раундта әр ойыншы футболға қатысты жұмбақ алады. Бұл жұмбақтарға жауаптар әйгілі фильмнің атауын бірлесіп құрайды. Ойыншылар жұмбақтарға жауап берудің мүмкін нұсқаларын ғана талқылай алады. Бірақ жұмбақтардың өздерін емес. Бізде қазір 2 сұрақ болады. Және де бұл 2 сұрақпен біз бір фильмнің атауын табуымыз керекпіз. Сен бастайсың ба? Жоқ, бастаймын, мен түсінбеймін. Мен не жазып жатырмын. Андай молодежный кішкене фильмдер жоқ. Сұрағым, футболшылар алаңда соғысқанда ол форма киеді, бірақ рыцарьлар басқа киімдерді артық көрді. Мене бұл голды қолымен аргентиналық соқты, бірақ ол бәрібір басқа біреуге тиесілі болды дейді. Стой, бог. У тебя рыцари, там Yeah. что там написано? Блин, Джеки Чанмен фильмдер көру керек еді. Бог. Доспехи, бог Бог доспехи? доспехов. Доспехи бога. Доспехи бога. Бізде таймнан кейін перерыв болады ғой? Қанша Иә. минут? Перерыв па? Иә. 15 минут. Иә. Менде сондай ответ шығып тұр. Сұрақ шығып тұр. А, Мысалы, менде бір тайм және 15 минут. Мен сұрағым. Менің сұрағым футболшы мансабында ең жоғары нүкте. Час Час-пик? Да? Правильно? Пик па? Час-пик? Болып. Ой. Тикток көреді қоя керек. Джеки Чан, карате пацан. Да, карате пацан, думаю, все смотрели. Мен ойымша, карате пацан, иә, бүкіл көрген. Мен ойымша, карате пацанды барлығы көрген сияқты. Легендарный Тек қана фильм. Легендарный фильм, иә. Ол өте сабақ алатындай фильм болды деп ойлаймын өз басым. Достар, бүгінге біздің викторинамыз өз аяғына келіп жетті. Бізбен бірге болып, бізге әрдайым қамқорлық, қолдау көрсетіп жүріңіздер. Көргендеріңізге үлкен рахмет. Сау болыңыздар.